Армысыз, қадірлі көрермен. Ғылым 2.0 подкастын көріп отырсыздар. Подкастымыздың мақсаты ғылымды, ғалымдарды таныту, таныстыру және еліміздің ғылыми әлеуетін дамыту жолдарын талқылау. Өйткені кез келген елдің күші сол елдегі білім мен ғылымда. Бүгінгі подкастымыздың бірінші қонағы, алғашқы қонағы және қадірлі қонағы Қазақстан Республикасы ғылым және жоғары білім министрі Саясат Нұрбек мырза. Қош келдіңіз. Үлкен рахмет, қош көрдік. Қалыңыз қалай? Жақсы. Маңызды бастама, көптен күттік осыны. Ғылым коммуникациясы мен үшін өте маңызды сала. Әсіресе еліміздегі осы ғылымды қоғамға насихаттау, қоғамға таныстыру, ғалымдарымыздың істеп жатқан жаңалықтарын, ашып жатқан жаңалықтарын, істеп жатқан істерін қоғамменен қалың бұқараға таныстыру бұл өте маңызды. Сол кезде қоғамымыз да дами бастайды және ғылымымыз да нәтижесінде бір-біріне әсер етіп отырып дамиды деп ойлаймын. Саясат мырза, қазір күз уақыты, қалдарыңыз қалай? Өте көп бұл күз уақытында жұмыстар жиналып қалады бір-бірінің үстіне. Қалдарыңыз қалай? Шаршап жатқан жоқсыздар ма? Енді күз дәстүрлі бізде саяси жаңа маусымның ашылуы, сондықтан өте қызу талқылаулар болып жатыр. Заң жобалары қазір пысықталып мәжіліске кіріп жатыр. Көптеген енді жылдың соңы, бюджеттің игерілуі, бір жақсы жаңалықтан бастағым келеді бүгінгі сұхбатымызды. Өздеріңізге мәлім, соңғы бір 8-10 жылда жыл сайын ғылыми гранттарға қатысты бір проблема бар. Бүкіл ғылыми біздің қауымдастық оны біледі, көтереді, қанша жыл көтеріп келе жатқан мәселе, ол уақытымен конкурстар жарияланбай, уақытымен ақша түспейді. Айталық 3 жылға грант берілсе, сол жылы конкурстар өткенше, жоғары ғылыми техникалық комиссиядан бүкіл тақырыптар бекітілгенше, конкурстар нәтижелері қабылданғанша, пысықталғанша, келісім шарттар қалғанша, 3 жылдың 2 жылы немесе 2,5-2-3 айы қалып қалады. Былай қарасаңыз, конкурстық процедуралары сол жарты жылға дейін уақытты жеп қояды. Сондықтан биыл біз осы қапталасып қалған, осылай қатып қалған жағдайды бірінші рет шешуге өзімізге сондай жоспар қойдық. Алла жазса, желтоқсанда нәтижелер шығады. Желтоқсан айынан бастап келісім шарттарды қол қоюға бастаймыз, қаңтарда тәмамдаймыз. Қаңтар, ақпан айында ақша кетеді. Яғни толық 3 жыл қанша уақыт беріледі, сол уақыт керекті қаражатты қамтамасыз етіп береміз. Керемет. Сондықтан осындай уәдеден бастайдық осы жылды, келесі жылды уақытымен, уақытылы 3 жыл толық мерзім гранттар берілсін дегендей, сондай сүйіншіден бастағым келеді. Өте керемет бір жаңалық. Расында да мен өзім бір рет жетекші болып ұтып алдым. Екіншісінде жаңағы сол зерттеу тобының ішінде едім. Екеуінде де мысал үшін, егер қателеспесек, алғашқы жаңағы немізді, айлығымызды сол маусым айында алған болатынбыз. Негізінде қаңтар айында белгіледі, бірақ маусым айында. Жарты жыл жеп қоямыз, былай қарасаңыз. Сондықтан бұл негізінде бюрократиялық өзінің сондай бір табиғаты бар. Қағаздар бекітіледі, үкімет қаулылар шығады, өзінің бюрократиялық сондай бір табиғаты бар бұл проблеманың. Бірақ осыны біз биыл шешуге көздедік, өзімізге сондай нақты жоспар қойдық. Биыл шешіледі осы мәселе. Сондықтан мінекей жарияланды, бүкіл конкурстар жарияланды. 24-ші жылдың конкурстары қазанда жарияланды. Алла жазса, қаңтар ақпанға дейін бүкіл рәсімдеу процедураларын өткізіп, келесі жылдың басынан толыққанды қаржыландыруды алады біздің. Қаңтар ақпанда аламыз. Өте керемет. Саясат Нұрбекұлы, осындай жағымды жаңалықпен бастадық, тағы да жалғастырайық. Бұл жылы расында да өте жақсы жаңалықтар болды. Бұл жаңа ғылымның дамуына бөлінген қаражаттың 3,5 есе жаңағы артуы, ғалымдардың мәртебесі мен еліміздің ғылыми әлеуетін арттыру бағытында жол картасы жасалғаны да қуана қабылдадық. Осыларды өзіңіз тағы да өз аузыңыздан толығырақ естісек, сонан соң ары қарата жалғастырамыз. Біріншіден мен бүкіл ғалымдар, біздің ғылыми қауымдастығына үлкен алғысымды білдіргім келеді. Неге десеңіз, биыл жұмыс қиын болды министрлік үшін, оны қабылдауымыз керек.
министрлік жаңадан құрылды. Өткен жылдың соңында ғана бізге бюджет түсіп, штаттық кестелерді пысықтап, адамдарды қабылдап, былай қарасаңыз енді аяққа тұрып жатқан министрлік. Сондықтан биыл шыдады біздің ғалымдар, сондықтан шыдады, үйлеспеушіліктер болды, оны мойындаймын. Құжаттамалық жағынан, мына биылғы конкурс жағынан да енді нәтижелер шығуға бастады. Шыдады, сол үшін ғалымдарымызға үлкен алғысымды білдіргім келеді. Бірақ осы жылдың ішінде министрлік әжептәуір мықты фундаментті дайындады. Келесі жылдағы қаржыландыруға байланысты, әлеуметтік жағдайларға байланысты. Ең үлкен, былай қарасаңыз, біздің фокусымыз ол жаңа ғылым және технологиялық саясат туралы заңды пысықтау болды. Заң осы айдың соңында 1,5 аптадан кейін, алла жазса, бәрі дұрыс болса, мәжіліске кіреді. Сол заңды енді қызу талқылауға бастаймыз. Бір жылдай бүкіл ғалымдармен, ғылыми зерттеу институттардың басшыларымен, сарапшылармен біз осы заңды талқыладық. Мықты бір жақсы заң болайын деп тұр. Негізгі қазір жиналып қалған проблемаларды осы заңның аясында шешуге тырысамыз біз. Мен 1-2 мәселені ғана айтып кетейін. Бірінші енді қаржыландыру мәселесі. Өзіңіз айтып кеттіңіз, шын мәнінде де Қазақстанда ғылымды қаржыландыру мәселесі әлі өте төмен деңгейде. Бір ғана тарихи факт айтайын сізге. 1990 жылы КСРО кезінде, енді КСРОның құлдырау кезінде басталған кезі ішкі жалпы өнімнен, сол Қазақ Совет Республикасының ішкі жалпы өнімнің 0,84% ғылымға бөлінген тұғын. Яғни 1% деп айтуға болады, 1%-ға жақын. Ал 2000 жылы біз 0,008-ге түсіп қалдық бірден. 10 жылдың ішінде. Сол 10 жылдың ішінде біз 35 мыңнан астам ғалымдарды жоғалтып алдық. Ең мықты сол 3-ші буын, бірінші буын Сәтпаевтар болса, одан кейін Айтқожиндар 2-ші буын болса, сол Айтқожиндардың 3-ші буын, Совет ғылымының, былай қарасаңыз, қайнар көзінен шыққан 3-ші буын 90-шы жылдары не нарыққа кетті, не мемлекеттік қызметке қосылды, не шетелге көшіп кетті. Соларды біз қазір күнде жаңалықтарға шығады, Францияда мықты зертхананың басшысы осындай біздің Марат деген бір қазақ аудандасымыз, сол 90-шы жылдары жоғалтып алған 3-ші буынымыз шетелге шашылып қалды. Сондықтан біз қазір 2021 жылы 0,12% ішкі жалпы, 22 жылы 0,13%, енді 23 жылы биыл 1,024-ге көтердік. Мақсатымыз сол 1%-ға жеткізу. Ол да жеткіліксіз, бірақ бұл өте аз. Мысалы, оңтүстік Кореяны алсақ, жыл сайын оңтүстік Корея ғылымға 4,3% бөледі, ішкі жалпы өнімнің 4,7% білімге бөледі, сонда 9% жыл сайын. Оңтүстік Кореяның ішкі жалпы өнімі $2 триллион асып кетті, сонда жыл сайын $190 миллиард. Жыл сайын білім ғылым, 200 миллиард деп елестетіп көрді. Сондықтан енді Samsung, Kia, Hyundai, Keppel осыны көріп отырмыз, қатты мықты дамып келе жатыр. Ғылыми, технологиялық, инновациялық жағы. Сондықтан қаржыландыру бірінші мәселе. Президент өте қатты қолдады былтыр ғалымдарымызды, 3,5 есе қаржыландыруды көбейттік, ұлғайттық. Біз келесі осы жылдан бастап 643 миллиард теңге бөлінді. Енді сезінуге бастайды. Ғылыми зерттеу институттарымыз, ғалымдарымыз және жоғары оқу орындарымыз осы жылдан бастап, келесі жылдан әсіресе сезінуге бастайды. Міне қаржы келді, гранттардың саны да өсті, гранттардың көлемі де өсті, коммерцияландыру гранттарды, мысалы, өткен жылдары біз осыдан бір 5-7 жыл бұрын жылын 3 жылда бір рет қана жарияласақ, конкурстарды, коммерцияландыру гранттарды енді жыл сайын жарияланады. Биыл мысалы 17 миллиард теңгеге жарияладық біз. Ал бұрын 3 жылдық бюджетке 5-7 миллиард көлемінде 3 жылға. Енді жыл сайын 17 миллиардтан беріп тұрамыз біз. Алғашқы нәтижелерді шықты. Мен өзімен 1-2 мысалдарды келтірдім. Коммерцияландыру барысында. Сұхбат барысында осыны бір көрсетуге рұқсат берсеңіз. Әрине. Тағы бір маңызды нәрсе, ол ғалымдарға қуантатын нәрсе. Қазір енді кішігірім анонс жасап қояйын, кішігірім. Қазір енді әрине заңымыз енді кіріп жатыр мәжіліске. Ғалымдардың, әсіресе жас ғалымдарға әлеуметтік
әлеуметтік қорғау, баспана, Бұл өте маңызды. ғылыми дәрежелерге, атақтарға берілетін қосалқы жалақы, денсаулық сақтау, медициналық қызмет, сондықтан үлкен бір мықты пакет кіріп жатыр осы заңның ішінде. Келісілген, қаржылай да қатты көмектесті бізге үкімет. Сондықтан ғалымдардың мәртебесін біз өте жақсы мысал, осыдан 1-2 жыл бұрын Асхат Қанатұлы, есіңізде болса, ұстаздардың, орта мектеп мұғалімдардың мәртебесін де көтерді, жалақысын да көтерді, мықты бір әлеуметтік пакетті қосылды. Енді дәл сондай пакетті біз ғалымдарға арнап, пысықтап, үкіметпен келісіп, қазір осы заңның ішінде көздеп отырмыз. Саясат мырза, мынау енді заңды айтып жатырмыз ғой. Енді осындай өте жақсы бастадыңыз. Пункт айтып өтсек. Мысалы үшін мына заңның мынандай ерекшелік келіп жатыр. Мынау бар, мынандай жаңалықтар болады деген сияқты. Енді заңның қандай жаңалықтары бар? Мен бір 5-6 негізгі пунктлер айтып кетейін. Бұлай оның ішінде бір 15-20 мықты жақсы механизмдер көзделген. Біріншісі, ол қазіргі таңда коммерцияландыру және қолданбалы ғылымға өте үлкен жеңілдіктер беріледі. Мысалы, кез келген жекеменшік компания, өндірістік компания біздің ғылыми зерттеу институтымен, немесе ғалыммен, жеке ғалыммен, немесе ғылыми бір ұжыммен, немесе жоғары оқу орнымен бірігіп инновациялық ғылымға негізделген бір өнім шығаруға, немесе бір өндіріс ашуға бет бұрса, онда салық жеңілдіктері берілетін болады оларға. Яғни қарасаңыздар, дүние жүзінде ғылымды қаржыландырудың қайнар көзі мемлекет емес, жекеменшік компаниялар. Мысалы, Оңтүстік Корея, Израиль, Финляндия, ақш-тың өзінде кемінде бір 70-80% ғылыми инновациялық инвестициялардың ол жекеменшік компаниялар. Google, BMW, Samsung, Keppel, Amazon, Facebook, Meta ең үлкен ғылыми инвестициялар жасайтын, инновация, технологиялық инвестиция жасайтын үлкен компаниялар. Бізде керісінше әлі үкіметке қарап отырмыз. Қазақстанда 72%-ға жуық қаржыландыру бізден келеді. Біздің министрліктен келеді, басқа салалық министрліктерден келеді. Сондықтан бірінші үлкен механизм ғылымға, инновацияларға, технологияларға жекеменшік секторды тарту. Яғни бұл жұмысты біз тек қана өз күшімізбен, мемлекеттің күшімізбен ешқашан жүзеге асыра алмаймыз. Мақсатымыз біздің компанияларымызды өндірістік, әсіресе тау-кен болсын, энергетика саласы болсын, мұнай-газ саласы болсын, олардың кірістері мол, олар өте мықты бай компаниялар. Бірақ ғылыми тұрғыдан былай қарасаңыз, өздерінің қосалқы өндірістік ғылымға негізделген күрделілігін әлі өкінішке орай көп инвестиция салмайды олар. Сондықтан осы механизмді жүйелі түрде біз бүкіл халықаралық тәжірибені қарап шықтық. Мына салық арқылы, инвестициялар арқылы, бюджеттік жеңілдіктер арқылы оларға мықты сол компанияларды ынталандыру. Мысалы, Оңтүстік Корея, Израиль болсын, ең мықты дамыған инновация жерлер Швейцария, Финляндия, ақш-та жеңілдіктер береді. Сондықтан мына Amazon болсын, BMW болсын, Siemens болсын, үлкен алпауыт технологиялар компаниялар, олар әрдайым R&D деген ұғым бар, Research and Development. Зерттеу және дамыту, инновациялық өнімдерге бүкіл кірістерін соған құюға тырысады. Неге десеңіз, тиімді, мемлекет қолдайды, жеңілдіктер береді, мемлекет былай қарасаңыз ынталандырады. Бұл екі жақ үшін де тиімді. Дәл солай. Win-win деген ұғым бар. Мен де жеңем, жекеменшік, мемлекет те жеңеді. Енді қазір win-win-win деп қоғам да жеңеді. Сондықтан ең үлкен механизм осы заңда көзделген, осы жаңа механизм. Керемет. Тағы да бір механизм. Екінші пункт TRL деген ұғым. Technology Readiness Level деген. Бұл әлемдік тәжірибеде қалыптасқан мықты әдістеме. Бұл әдіс кез келген зертхананың, кез келген ғылыми ұжымның, кез келген компанияның қаншалықты ғылыми тұрғыдан және технологиялық тұрғыдан дайын екендігін анықтайтын бір әдістеме. Бұл әдістеме мысалы сол ең дамыған елдерде ақш-та жиі қолданылады. Мысалы ақш-та ғылым қоры бар, National Research Foundation, NRF деген. Негізгі ғылыми гранттарды беретін ұйым сол.
ол осы әдістемені жақсы қолданады. Аха, мен осы грантты, мысалы айталық, өте қолданбалы, жоғары деңгейлі бір зерттеуді беруге, ақшаны беруге дайынмын грантты. Бірақ зертхана, айталық, бір зертхана сол грантқа тапсырғысы келеді, күшіне қарамай, ол зертханада керекті адами потенциал бар ма, ғылыми потенциал бар ма, керекті жабдықтау бар ма, керекті деңгейде өздерінің ішкі процедуралары, керек болса қосалқы қаржыландыру бар ма жоқ па, соны нақты анықтайтын 9 сатыдан құралатын technology readiness level деген, яғни технологияларға дайындық деңгейін анықтайтын әдістеме. Осыны біз енгіземіз тұңғыш рет біздің тарихымызда. Бұл бізге не береді? Біріншіден, бүкіл қазіргі таңда ғылыми зерттеу орталықтарын, жобаларды, зертханаларымызды инвентаризация өткізуге береді. Ғылыми технологиялық тұрғыдан қаншалықты біздің зертханаларымыз дайын. Неміз бар, неміз жоқ. Неміз бар, неміз жоқ. Яғни, мысалы, нақты бір зертханаға келетін болсақ, бұл зертхана іргелі зерттеулері жасай алады ма? Я жасай алады. Неге десеңіз, осындай нелері бар. Өте керемет әдістеме, нақты жазылған. Аха, қолданбалы зерттеулер жасалады, жоқ, жасай алмайды. Неге десеңіз, мынау жоқ, керекті ғалымдары жоқ, керекті жабдықтары жоқ, құралдары жоқ. Ал инновация немесе бір кішігірім инновациялық өндірісті жасауға дайын ба? Дайын, не дайын емес. Яғни әр сатыда біздің берілген гранттарымызды беруге көмектеседі. Және де ең бастысы жекеменшік секторға, өндірістік компанияларға, мен мына ғылыми зерттеу институтымен жұмыс істей аламын, неге десеңіз, менің берген тапсырмаға technology readiness level айқындап береді. Инфраструктурасы бар. Мына зертхана, мына ғылыми зерттеу институты сіздің берген тапсырмаңызға, сіздің берген міндеттемеңізге дайын, әлеуеті бар, жүзеге асырылады толыққанды. Осы әдістемені біз қазір бүкіл жүйемізге ақырындап енгізуге бастаймыз. Ғылыми, мысалы, ұйымдардың аккредитациялау, бізге ғылыми аккредитация келеді ғой. Ақырындап, шок болмайды. Қазір қорықпасын бірден, бірақ бұл өте маңызды. Ішкі әлеуетімізді анықтауға, сыртқы әлеуетімізді анықтауға және өндірістік серіктестерге үлкен компаниялар келгенде олар нақты көре алады. Үшінші үлкен жаңалық, ол әрине біздің ғылым қорымыз бар ғой. Ғылым қоры қазіргі таңда коммерцияландыру жобаларымен айналысады. Оның мақсаты біздің іргелі ұйымнан келген зерттеулерді алып коммерцияландыру форматында, қолданбалы ғылым форматында және нақты өндіріске енгізілетін бір өнімдерді шығаруға көмектесу. Бірақ қарасаңыздар, қазір Қазақстанда венчурлық қаржыландыру жақсы дамып келе жатыр. Әсіресе цифрлық салада. Бағдат Батырбекұлы Мусин, Астана хаб бар, Алатау IT паркі бар. Бір жағынан ақырында көбінесе Алматы мен Астанаға шоғырланған. 90-99% сол жекеменшік венчурлық инвестициялар цифрлық нелерге келеді, стартаптарға кетеді. Ал біздің негізгі іргелі ғылым болсын, мықты ғылыми зерттеулеріміз болсын, агроөнеркәсіп саласы болсын, тау-кен саласы болсын, венчурлық инвесторлардың назарынан тыс қалады. Қазір дүние жүзінде мынандай екі ұғым пайда болды. Shallow tech, яғни цифрландыру стартаптары, олар оңай, олар тез. Әбде ол 20 жылдың ішінде бәрі үйреніп қалған. Оның бағасын беруге, инвестицияларын айқындауға, дамуға, маркетинг жасауға. Сосын deep tech деген ұғым бар. Бұл терең технология. Бұл биотехнологиялар, генетика саласында, агроөнеркәсіп саласында, ғылымды, космосты зерттеу, сондай диптер, яғни фундаменталды, іргелі, жүйелі, ғылымға негізделген технологиялар. Нанотехнологиялар мысалы. Бірақ олар қазір былай қарасаңыз, мына жеке инвесторлардан назарынан тыс қалып отыр. Сондықтан өйткені оның шығыны көп. Оның шығыны көп, ол қиын, ұзақ мерзімді, көп ақшаны талап етеді. Бірақ олардың қайтарылымы да өте жоғары. Бір мықты технологияларға сіз 5 жыл, 10 жыл пісіріп не істесеңіздер, оның кірісі де, сосын табысы да өте жоғары болады. Бұл былай қарасаңыз, біздің
болмысымызды жаңа технологиялық үлкен саланы ашуға да бір потенциалы бар зерттеулер және инвестициялар. Сондықтан осы заңның ішінде біз ақырындап венчурлық әлемді және ғылыми әлемді ұштастырамыз бір-бірімізбен. Мына ғылым қоры арқылы қазіргі таңда Қазақстан венчурлық қауымдастығы бар, солармен бәрілермен кездесіп айттық, сіздер енді тек қана цифрлық тез жасай алатын, тез нарыққа шығарылатын стартаптарға қарамай, біздің де стартаптарымызға ақырындап қараңыздар. Және жалпы ғылыми дүниемізге қазір венчурлық ойлау білу, сол венчурлық бір жақсы жері, венчурлық әлемі қазір үйреніп алды. Нарыққа қалай тез өнімді шығару, білесіз ғой, өздерінің терминологиялары бар, қалыптасқан өздерінің қағидаттары бар, ережелері бар, сұрыптау, бағалау, айқындау, мына нелерді бөлісу, компания құру, стартап құру, патент шығару, соны бәрі жақсы үйреніп алған, қалыптасқан бір жүйе. Былай қарасаңыз, осы заңның аясында осы жүйені алып, біздің ғылыми жүйеге әкелеміз, енгіземіз. Ғылыми жүйеміздің қауқары бар ма? Бар. Өте қысқа айтатын болсаңыз. Өте қысқа айтатын болсаңыз, мен сізге айтайын, бізде енді өкінішке орай жалпы бұқараның қазір пікірінде қалыптасқан нәрсе, ғылым жоқ, өлген, қайтыс болған, жаназасы оқылған. Мынандай бір жаман анекдот бар. Жас студент келеді кітапханаға. Кітапханаштан сұрайды, мен дейді Қазақстанның ғылымы туралы кітаптарды іздеп жүрмін дейді. Фантастика 2-ші қабат. Негізінде мен бұл тақырыпқа байланысты. Бірақ бар. Мен рұқсат етсеңіз, 1-2 мысалмен осыны көрсетуге дайынмын. Мінекейіңіз. Мына осы, дәл осы мына ғылымда қазір бекітілген нәрсе. Қазақмыс деген компаниямыз бар. Мысты балқытып шығарады. Балқашта үлкен, Балқашқа, Жезқазғанда үлкен өндірістік заводтар бар. Совет одағынан қалып қалған. Мынау қорғасын ішінде селен деген металл бар. Селен өте құнды металл. Мына мысалы электроника саласында қолданады. Электронды чиптардың ішінде бір кішігірім соның бөлшектері селеннен жасалады. Зымыран, мына жер серіктерге шығарғанда датчиктер селеннен жасалады. Бірақ Қазақмыз мысты балқытқанда осылай селен, осындай қорғасын, басқа ауыр металдардың ішіне шықпайды. Міне, қараңызшы, өте ауыр. Осының ішінде біраз ғана селен бар, ішінде көбінесе қорғасын, теллур деген ауыр металл бар, алтын бар, осының ішінде күміс бар. Бір лас селен, ол 80%-ға дейін болған селен, 1 килограммы, 1 келісі $12 сатылады. Мінекейіңіз, Сатпаев университетінің кен байыту және металлургия институтының директоры Кенжалиев Бағдәулет Кенжалиевич деген академик мықты ғалым ағамыз бар. Олар бірнеше жылдан бері біздің гранттардың арқасында, біздің берген гранттардың арқасында ақырындап осы селенді қалай біз тазартамыз, таза селенді шығаратын бір өздерінің технологиясын жасап шыққан. Біз былтыр оларға қосылып ғылым қорынан коммерцияландыру жобасына бір 280 миллиондай бердік. Сатпаев университеті бір бөлігін берді. Эксперименталды бір пеш жасап шықты біздің ғалымдарымыз. Осы тазартылмаған лас селенді қалай, мына қолымдағы селен 99.5%. Жеп-жеңіл, тазалығы 99.5%. Мынаның келісі $150. Сонда $12 бар. $15 есе мына құнды шығардық. Енді селеннен не жасауға болады? Ақырындап біз қазір ойластырып жатырмыз біздің ғалымдарымызбен. Жақсы. Енді Қазақмыстың жағдайын ойлаңыз. 2001 жылдан бастап олар мына тазартылмаған лас селенді жай сатып отырған ғой. Сонда шикізат қанша ақшаны жоғалтты. Ал мына балқыту ең бастысы әдістемесі мүлдем жаңадан жасалған, дүние жүзінде әлі жоқ. Бірінші рет нақты оны көруге болады. 28 тамызда барып Балқашта біз сол эксперименталды цехты аштық. Қазақмыстың өзінің инвестициясымен, олар сенді бұл технологияға. Міне 99.5% тазалық селенді. Енді бұл селеннен сол электроника саласына ақырындап кішігірім нелерді жасауға болады, өзінің элементтерін жасауға болады. Сол медицина саласына ең үлкен тұтынушы селеннің Xerox деген компания. Кез келген фотокопия жасайды машинаның ішінде, барабандарда пленкасын селеннен жасайды екен. Селеновый пленка дейді. Сонда қазіргі таңда мінекейіңіз, бір кішігірім коммерцияландыру грантымен және біздің ғалымдарымызды іргелі мықты жасап жатқан қолданбалы зерттеулерден
тек қана фокусын ауыстыру. Аға әріптестеріміз мықты, керемет, мінекей том жасалған, патенттелген, мақала шығарылған технология, енді бір қадам жасайықшы осыны, бір қадам жасайықшы. Өндіріске осыны өндіріс енді сенуге бастады. Енді бізге қандай тапсырма беріп жатыр, қазағымыз айтады, 3/9 дейді, оны таза 99.9% шығарып берсеңіздер, онда оның құны да, табысы да, сонда ойлап көрсеңіз, кішігірім осы эксперименталды цех бір 60 тонна шығарады осы тазартылған селенді, бір кішігірім осындай цех, бір оны қазір 100 тоннаға да шығаруға болады. Қазір кастингті селенді осылай жай бай-продукт дейді, осылай өндірістен шыққан нәрсені, бір $10 миллион таза табыс жылына, кішкентай цех. Сондықтан ғылым бар, бұл нанотехнологиялар болмауы мүмкін, бірақ мінекейіңіз осы бір қадамға ғалымдардың өздері сенуге бастады. Біз ақша таба алады екенбіз. Біздің жасап жатқан күнделікті зерттеулеріміз өндіріске керек екен, компанияларға керек екен, оның үстіне олар бізге ақшада төлеуге дайын. Хозрасчет деген бәле бар ғой. Тағы да бір мысал. Қарағанда техникалық университеті Сағынов атындағы. Былтыр осы біздің коммерцияландыру грантының бір мықты бұрыннан олар жасап келген бір зерттеу болған. Ол мына антикоррозиялық, коррозияға қарсы, мына тот басқан қарсы бір суспензия шығарған. Мінекейіңіз, мына тот басқан бір не? Металл. Бұл суспензияның қандай ерекшелігі бар? Қазіргі таңда мына антикоррозиялық материалдарды қолдану үшін мына кез келген металлды тазартуыңыз керек. Сосын ананың үстіне сол краскілейді, антикоррозиялық материал жасайды. Сосын оны жоғары температурамен термообработка жасайды. Яғни оны былай қарасаңыз балқытады, ананың ішіне қылтық не істеп жабысып кету үшін. Өте күрделі және қымбат процесс. Мына суспензияны тек қана былай тез не істей саласыз, өзі сынып кетеді, ананың ішіне кіріп кетеді. Неге десеңіз, нанотехнологиялар қолданады осы жерде. Қазіргі таңда тәулікке бір күнде 200 литр шығаратын бір кішігірім нені жасап қойдық, цехты жасап қойдық. Сол біздің Қарағанды технология университетінің негізінде бір-ақ жылдың ішінде 700-800 миллион, 1 миллиардқа жуық ақша тауып отыр қазір. Неге десеңіз, Қарағандыда металл жасайтын, металлоконструкция жасайтын компаниялар көп. Бірден қызықты олар. Онда мынаны балқытпау керек жоқ, термообработка керек жоқ, осыны аламыз да краска селесін болды. Суспензия, дәл солай. Сондықтан мінекейіңіз, университет бір-ақ жылдың ішінде 1 миллиард таза қазір ақша тауып отыр. Үшінші үлкен жаңалық осы заңда, енді біз ауыртпашылықты, негізгі зерттеулерді, ғылыми зерттеу жұмыстарын ақырындап жоғары оқу орындарға жүктейміз. Қарасаңыз, шетелде ең мықты ғылыми дамыған елдерде негізгі ғылыми ошақтары, инновациялық ошақтары университеттер. ақш болсын, Швейцария болсын, Израиль болсын, Оңтүстік Корея болсын, Қытай қазір. Неге? Біз қазіргі күнге дейін әлі инерциямен советтің ескі жабық ғылыми моделмен жүзеге асырып келе жаттық. Ол ғылыми, жабық ғылыми зерттеу институттардың негізінде. Совет одағында солай болды ғой. Не андай, не мынандай, не конструкторлық бюролар жабық бірақ. Бәрі құпиялы түрде. Қырғиқабақ соғыстың керемет сұмдық жаңалықтар шығарады, керемет сұмдық буран тәрізді, ойбай тайфун тәрізді неше түрлі нелер шығарады, технологиялық шешімдерді. Бірақ оның екі үлкен шектеуші факторлар бар екен. Уақытымен олар көрінеді. Біріншісі, ғылыми кадрлардың жасы ұлғайып кетеді, қартаяды. Неге десеңіз, жабық институтта сұмдық жауапкершілікпен ғылыми зерттеудің басшысы тексерілген, өзі сенетін адамдармен ғана жұмыс істеп қалады да, жастарды ойбай қайт жастармен пәлеге қаламыз. Нәтижесінде сабақтастық пайда болмайды. Сабақтастық пайда болмайды. Ол бір қартаяды, кадрлар, жастар кетіп қалуы мүмкін, немесе көп отырып қалады, сабақтастық болмайды. Екінші, өкінішке орай, мына Гартнер деген атақты бір цикл бар, 3 фильтр бар, 3 сүзбе бар, былай қараса, сүзгі. Бірінші сүзгі технологиялық, ғылыми советтің институттары мықты технологиялық бір шешімдер табуға тырысқан. Неге десеңіз, ақша қаржыландыру шексіз, бір уникальный сондай бір не табыңыздар, табады. Екіншісі экономиялық сүзгі. Бұл жерден, мысалы, ол қаншалықты қымбат, осымен шығар ғой, осы жерде өкінішке орай өте қымбат шешімдер. Сондықтан
мысалы буранды шығарды. Ана неге Space Shuttle ғой, бірақ бір дана ғана шықты. Неге соншалықты қымбат, соншалықты уникальный бір нәрсе, өте қымбат. Бірақ ең үлкен сөзге, үшінші әлеуметтік сөзге, қаншалықты осы ғылыми технологиялық шешімді, өнімді миллиондаған адамдар күнделікті өмірлеріне қолдана алады. Былай қарасаңыз, бізде көрсетеді осындай уникальный нәрсе, бірақ неге барған жоқ қой ол? Нарыққа шыққан жоқ, тұтынушыға жеткен жоқ. Біз күнделікті қолданылатын нәрселер өте аз, совет ғылымынан шыққан. Ал керісінше, мысалы ақш-тың моделін алсаңыз болса, ақшта ауыртпашылық негізгі ғылыми ошақтар университеттер. Неге десеңіз, жоғары оқу орындарының екі үлкен артықшылықтары бар. Біріншісі, жыл сайын мықты, көз ашық, мотивацияға толы жас адамдар келеді. Сол екіншіден ғылыми тұрғыдан алғанда эксперимент жасауға, қате жасауға керемет платформа. Миллиондаған балалар, жас, мықты, оқыған потенциалы бар, миллиондаған балалар неше түрлі идеялар тексереді, қателеседі, эксперимент жасайды. Бірақ венчурлық принцип осы принципқа негізделген екен. 10 мың адам бір нәрсемен айналысса, бір мәселені шешуге тырысса, 10 миллион адам солды мәселелерді шешуге тырысса, кімде көбірек шанс бар? 10 миллион адамдардың ішінен бір жаңа технология, жаңа инновация, жаңа. Неге десеңіз, ғылымның жолы ол қатенің жолы. Қателесу, эксперимент жасау. Сондықтан осы заңда біз ақырындап осы дайындықты бастаймыз. Университеттерді, жоғары оқу орындарымыздың жандарында технопарк құру, зертханалар ашу, коворкинг ашу, инновациялық, қазір МИП деген ұғым пайда болды, малое инновационное производство, кіші инновациялық өндірістерді ашу. Міне бірінші көрінісі, біз жанды күткен жоқпыз. Мына Қарағанды техникалық университетінің жанында, Сатпаев университетінің жанында ақырында осындай цехтар ашылып жатыр. Мысалы, Сатпаев университетінің жанында үлкен өздерінің 5000 шаршы метрлік бұрыннан Алматы бірдің Спасский деген қаланың сыртында құрылған эксперименталды металлургиялық өндірістік үлкен бір базасы бар. Ол бірақ 80 жылдардан қалып қалған, қаржыландыру жоқ, талқылау быт болып кеткенде, енді ақырындап осы заңның аясында сондай платформаларда, сондай инновациялық өндірістерді жандандыруға, инвестициялар шақырып, инвесторлар тартуға жүйелі тұрғыдан мүмкіндік болады. Жақсы. Көп рахмет, осылайша жаңағы заң жобасын бізге де жақсы түсіндірдіңіз. Ал енді мысалы үшін аккредитация дедіңіз, сонан кейін жаңағы тағы да бірнеше пункттерді айттыңыз. Әсіресе аккредитация біраз маған не болды. Жаңағы аккредитация деген кезде бір қағазбастылық болмайды ғой, өйткені бізде елімізде білесіз, осындай жаңағы аккредитация және лицензирование болған кезде көбінесе жаңағы бір қағазбастылыққа кетіп қалады. Ондайдың алдын алатындай бір механизм қалыптастыра алдыңыздар ма? Ол да заңның ішінде бар. Цифрландыру. Бізде құтқаратын тек қана цифрландыру. Сондықтан осы жылдың басынан бастап министрлік қазір экспертиза процедураларын, ғылыми технологиялық экспертизаны, сосын бүкіл біздің мына ғылыми ақпараттарды, мақалаларды, цитатларды, сосын мына аккредитация процесін, сертификациялау процестерін қазір үлкен екі платформа жасап жатыр. Бірінші платформа ол мына біртұтас ғылыми цифрлық платформамыз. Ол біздің ұлттық мемлекеттік ғылыми технологиялық экспертиза орталығының негізінде болады. Ол жерде кез келген ғалым, кез келген ғылыми ұйым кіріп бір жерден көре алады. Осындай гранттар жарияланып жатыр, осындай гранттарды ұтып жатыр, бүкіл ашық процесс болады. Транспарентті. Мына ұлттық біздің сараптама кеңестеріміздің берген бағалары бәрі бір жерде көрінеді. Екіншісі, ол президенттің тапсырмасымен қазір ұлттық ғылыми технологиялық ақпарат орталығы құрылады. Заңның ішінде жазылған, нақты оның бүкіл құзыреттілігі. Бұрын есіңізде болса, совет кезінде үлкен РНЦТ деген үлкен бір ғылыми орталық болған. Кез келген мақала, кез келген аннотация бәрі сол базаның ішіне жиналады. Енді шетелде Scopus, Web of Science, жеке меншік секторда шыққан. Олар қатты дамып кеткен. Енді бірақ совет ғылымы ол өз-өзімен жабық бір жүйе болды ғой.
сондай орталық бір үлкен база болған тұғын. Біздің аға буын біледі, бір мысалы мақала шығады, сол неге жазады, ол маған аннотацияны осында беріңіздер, олар сосын келеді, хатпен келеді оған, оқиды мақаланы. Қазір бәрі әрине цифрландырылған. Енді біз сол жүйені қазір пысықтап, Scopus Web of Science-пен ұштастырамыз, кіреміз, сонда әр ғалымның өзінің профилі болады, не шығарылады, қандай не жасалады, жалпы қандай мақалалар шықты, ол мақалалар қай жерде жарияланды, бүкіл бір жерден көруге болады. Дерекқор базасы, және жоқ ол үлкен орталықтық, сондай бір жерде бүкіл ғылымға қатысты, технологияға қатысты деректер бір жерде жиналады. Ол орталықты біз келесі жылы құрамыз, өзінің базасын сосын жариялаймыз, көрсетеміз. Сонда ғылымға қатысты Scopus'ты білесіз, Scopus'қа кіргенде өзіңіздің профиліңізді бүкіл жерде бәрін қарауға болады. Олар бір-бірімен ұштастырылған, үлкен Википедия секілді, мына ғалым мына жерде жариялады, мақаласында мына ғылымның мақаласына сілтеді, мына ол бұлаған сілтеді, сосын ғылыми мектептерді айқындауға болады, ғылыми қауымдастықтарды айқындауға болады. Соның арқасында бір сондай үлкен дереккөр өзімізге бұрыннан жасау керек еді, соны қазір пысықтап жатырмыз. Өте дұрыс айтып отырсыз Саясат мырза. Расында да мысалы үшін мен енді жаңағы журналист ретінде, әрі ғылым саласының өкілі ретінде мына тақырыпты кімдер зерттеген екен біздің елімізде деп қараймын, кейде табам. Ал енді бұл диссертация қайда бар екен десем, бұл диссертацияны еш жерде көре алмаймын. Негізінде оны жаңағы әлемде шешілген тақырыптардың бірі, авторлық құқығы әрине диссертантта қалады, және сонымен қатар мемлекеттің қолында қалады. Өйткені мемлекет беріп отыр оған доктор деген ғылым атағын. Сондықтан да әлдеқайда бір ашық түрде жаңағы қоғаммен таныстырады, ол диссертацияда не бар екен. Ал бізде осындай бір дерекқор бар ма, жоқ па білмедім, бірақ мен өз басым үнемі таба алмаймын. Жаңағы интернеттен іздеймін, қараймын, бірақ табылмаймын. Егер бұл нәрсені іске асыратын болсаңыз, мен ойымша өте көп керемет болар еді. Бірақ енді ол өте қиын жұмыс, әрине қаражат талап етеді. Ең бастысы мықты IT мамандарды қазір біз арнайы жұмылдыру керек. Осы біздің орталықпен, ұлттық орталықпен жұмыс істеп, соны пысықтап жатырмыз қазір. Жаңа сіз айтып отырған ағаш дейді ғой, бірден екіншіге, үшіншіге кетеді. Оны жасау өте қиын. Десек те сіздерге сәттілік тілейміз. Ашығын айтайықшы, Саясат мырза, қоғамымызда ғалым болу бұрынғыдай сәнді емес. Осы бастамалардан кейін ғалым деген мәртебелі ат қайтадан тұғырына қонып, жаңағы жастарымыз ғылым жолына түсуге бет алады деп ойлайсыз ба? Енді заңның аясында бірнеше тағы да бір 5-ші бағыт, ол әлеуметтік қолдау, ғалымдардың мәртебесін көтеру. Қазіргі таңда жастар өте прагматикалық тұрғыдан ойлайды. Бұрынғыдай ойбай, комсомол, пионерия, отан үшін, жер үшін деген ұрандатуға болады әрине, бірақ жалақы мәселесі, әлеуметтік қолдау мәселесі, баспана мәселесі, мотивация мәселесі, карьера, мансап мәселесі, ол да жалпы қоғамдағы, өзіңіз айтып кеткендей, ғалымдарға деген пікір қалыптасқан, оның бәрі әсер етеді. Біз енді 3 бағытта жұмыс жасап жатырмыз. Біріншісі әлеуметтік қаржыландыру және әлеуметтік қолдау. Заңның аясында және осы былтырдан бастап біз жалақыларды көтеруге бастадық. Мысалы өткен жылдың қыркүйегінен бастап 1700 жетекші ғалымдарымызға 70%-ға бірден көтердік жалақыны. Қазіргі таңда осы ғылыми жобалардың арқасында мықты зерттеу, ұлттық университеттерде қазір кафедра меңгерушілері, мықты ғалымдар 1,5 миллион, 2 миллионға дейін жетіп жатыр жалақылар. Неге десеңіз, негізгі жалақысы бар, үстінен ona ғылыми гранттары бар, жобалары бар. Әсіресе жас ғалымдарды, біздің мақсатымыз қазір, негізгі бірінші бағыттың мақсаты жастарды ғылымға тарту және бастаған алғаш қадамдарына қатты қолдау, олар сосын кішкене енді сүйектері қатып ғылымда қалдыру оларды. Сондықтан былтырдан бастап жыл сайын біз жас ғалым деген гранттарды беруге бастадық. Өте жақсы. 3 жылдық жоба.
қазір жарияланды. Осы 10 қарашада бірден жариялап кеттік келесі жылдың гранттарын. Енді келесі жылдың алдын ала жариялаймыз біз. Қаңтардан бастап ақшасын алуға 500 мың теңге айлығы бар. Осы грантты ұтып алған жас ғалымның 3 жылда өзінің жалақысы бар. Соған қосымша 500 мың теңге айлығы. Неге десеңіз, біздің мақсатымыз осы 3 жылда аяққа тұрып мақалаларын жазып, зерттеулерін жасап, өзінің ғылыми базасын пысықтауға мүмкіндік беру. Оларына неге жүгірмей, ипотекаға неге жүгірмей. Тағы да осы бірінші бағыттың ішінде мына жас ғалымдарға осы кеше ғана біз отбасы банкімен арнайы жеңілдетілген несие алуға бір келісім шарт қойдық. Биыл 100-ге жуық жас ғалымдарымызға мүмкіндік береміз баспана мәселесін шешуге. Бұл 35 жасқа дейін жас ғалымдарымызға баспанасы болмаған, кемінде бір 3 жыл осы ғылыми зерттеу жұмысымен айналысып жүрген жас әріптестерімізге осындай керемет мүмкіндік. Ал заң шыққанда ол жерде жүйелі түрде осы сұрақ бекітіледі, жүйелі түрде ғалымдарға баспана мәселелері, әлеуметтік, басқа да сақтандыру мәселелерін жүйелі түрде шешіледі. Екінші үлкен бағыт ол ғылыми атаққа байланысты және мансапқа байланысты. Мына қарасаңыздар, PhD оқиды. PhD-дің түсу бір мәселе қазір. Көп біз мысалы ғалымдар көтеріп жүрді осы мәселені. PhD-ға түсу, осындай шарттар бар, тіл бар, немесе оққаннан кейін PhD-ға түстім, ал жарай түсіп алдым. Мына Scopus, Web of Science-та тіркелген ғылыми импакт фактор журналдармен кейбір бағыттарға, мысалы қазақ тілі, филология, лингвистика, Қазақстан тарихы, мына шетелдік мықты журналдарға өкінішке орай ол тақырыптар қызықты да емес. Олар 2 жыл кезекке қойып қояды, қабылдамай қояды. Сондықтан осы жылдан бастап біз оны өзгерттік. Кейбір шарттарды, кейбір бағыттарға өзгерттік. Жеңілдетілген емес, өзгерттік. Яғни альтернатив бола алатын семинар, монография, өзіміздің мына комитеттен өткен журналдардың ішінде жариялау, сондай альтернативаларды бердік. Яғни мақсатымыз енді PhD-ға көбірек адамдарды тарту, ғылыми дәрежелерге, және олар сосын PhD-ді бітіріп келеді, не оқытуға бастайды мысалы университетте, бірақ ғылыми дәрежесі болмағандықтан профессор, бізде 4 қой негізі, оқытушы, аға оқытушы, қауымдастырған профессор, атаққа байланысты. Ол бірден қауымдастырған профессор, ол арман үлкен, не оқытушыдан бастайды, ары кетсе сол аға оқытушыдан, бірақ оны шыққанша, оны бәрін естегенше, не ынтасы да қалмайды, мотивациясы. Үркітіп аламыз да, біз бұл қарасаңыз, ол сосын, мен 4 жыл уақытымда өткізіп, қазір мына PhD-ді алу, енді тағы да 10 жыл ананы күтем, 5 жыл ананы күтем, құрысын дейді. Мен барып онда банкіге кетем, не басқа неге кетем, не мемлекеттік қызметке. Сондықтан осы қазір процесстерді біз реттеп жатырмыз. PhD-ға гранттарды көбейтіп жатырмыз. Мына президенттің тапсырмасы болған 5 мың жыл сайын 5 мыңға дейін жеткізу. Қазір келесі жылдан бастап ақырында өсіріп. Мақсатымыз қазір жастарды ғылымға тарту, оларға нақты мансапты көрсету. Мінекейіңіз қазір PhD-ді оқығанда PhD-дің шәкіртақыларын көтеріп жатырмыз. Осы жылдан бастап 217 мың теңге айлығы, PhD-дің жаман емес, 500 мыңға дейін оны көтереміз. Келесі, мен айтайын сізге, келесі 5 жылдың ішінде, жыл сайын біз 20% өсіріп. Одан кейін баспана мәселесі, одан кейін ғылыми дәреже алған жағдайда үстіне қосалқы жалақы, ғылыми атақ алған үстіне қосалқы жалақы. Сондықтан мінекейіңіз өзіңіздің базалық жалақыңыз бар. Сосын атақты алған жағдайда үстіне қосылады 26 айлық есептік көрсеткіш. Одан кейін сіз лауазым алған жағдайда оның үстіне қосылады. Мақсатымыз ғалымдардың жалақысы, ғалымдардың мәртебесі және қаржыландыру несі нарықтағы мықты бір мамандардың сәйкес болу керек. Мысалы бұрын енді ақш-та қарасаңыздар, мықты профессор университетте сабақ берген, ол өзінің үлкен мықты жалақысы бар базалық, сосын кітап жазады ғылыми. Ол да үшінші бағыт қазіргі таңда ғалымдардың еңбектерін қорғау. Бізде өкінішке орай интеллектуалды, яғни зияткерлік жекеменшік қорғалмайды. Мәселесі бар. Мәселесі бар.
патент деген далбаса қалады, өзінің шығарған монографиялы кітаптарды. Ал ақш-та дамыған елдерде профессорлар негізі өте бай адамдар. Неге? Олар 70-ші жылдары, 80-ші жылдары бір үлкен бір заң қабылдаған тұғын. Бұрын профессор жасаған кез келген мынасындай жекеменшік бір жаңа ғылыми зерттеу патенттері университеттерде қалып қалады. Университет неге десеңіз, университеттің базасында жасады, университеттің зертханасында жасады, университеттің ресурстарын қолданды. Әрине. Сол бір заңды өзгертіп жібергенде, бір бөлігі университетте қалады, бірақ негізгі ақшаны кім табады? Сол патент автор табады. Бірден инновациялық белсенді жұмыс басталды. Неге десеңіз, енді активация профессор, мен қазір кітап жазсам, ол кітапты мен мықты Макмиллан тәрізді баспаналармен келсем, әр сатылған кітаптың роялти, яғни пайызы маған түсіп тұрады. Мен мысалы бір мықты ғылыми технологияны жасап, патентті өзімде қорғап алып алсам, бір пайызы университетке кетеді, бірақ бір пайызы маған кетеді. Өмір бақи менің жасаған еңбегім мені асырайды, былай қарасаңыз. Миллионер мысалы Стэнфордта, одан да бетер, Гуглды бастаған бірінші профессор, бірінші инвестиция қойған Сергей Брин, Ларри Пейджге өздерінің профессор оқытушысы болды. Ол қазір миллиардер адам. Неге десеңіз, қанша бір пайыз Гуглдың акциялары сол кісіде қалып қалған. Ең бірінші, жігіттер, мен сендерге сенемін. Яғни қазіргі таңда біздің профессорларымыздың жекеменшік зияткерлік құқықтарын қолдап, әр университеттің жандарында біз қазір патенттік бюро ашып жатырмыз. Қазпатентпен келісіп оқытып жатырмыз. Сауаттылықты көтеруіміз керек. Ғылым өте пайдалы, қаржы тұрғыдан да пайдалы, қоғамға да пайдалы, бірақ қоғамға пайдалы болу ол бір мәселе, ғалымға да пайдалы болу керек. Сонда ғалым 2 есе 3 есе біледі ол, менің мына жасаған жетістігім менің қалтамды толтырады, менің семьямды асырайды, маған ұзақ мерзімді инвестиция келеді, былай қарасаңыз. Осы сауаттылықты, осы мәдениетті де қалыптастыруға қазір жұмыс істеп жатырмыз біз. Сол айтқан андай патенттік бюролар ашып жатырмыз. Мысалы, шоу-бизнесте қазір жекеменшік құқық жақсы сақталады. Білесіздер ме, мына қызыл өрікпеді, аспанға қараймын, жұлдыз садаймын деген сол авторы мысалы қазір жақсы ақша тауып жатыр. Неге авторлық қазір шоу-бизнес, үлкен бизнеске бір индустрияға айналғандықтан ақырындап осы сұрақтар пісіп жатыр. Енді біздің мақсатымыз дәл осындай мәдениетті де ғылым дүниесінде қалыптастыру. Ғалымдар бір нәрсені түсіну керек. Сіздердің еңбектеріңіз босқа кетпейді ешқашанда. Шын мәнінде де, бірақ жауапкершілік, шын мәнінде де жай қағаз шығарып, далбаса мақала шығарып, гранттарға бір отчетын жазып, сол гранттың ақшасын табасыз. Жарайды енді 50 миллион ба, 5 миллион ба табасыз. Ал шын мәнінде отырып, таңертеңнен кешке дейін лабораторияда, американдық киноларда қандай мықты популяризация, ғалымдар таңертең кешке дейін отырып, тамақ ішпей, не істемей, бәрін сол ғылым беріп, бір өнім табу, бір жаңалық табу. Дәл осылай сізде қан мен тер жолымен үлес қоссаңыз, онда үстінен ойбай сіздің патентіңіз, онда миллионер болуға тура жол бар. Ақыңызды аласыз. Сосын мысалы мына Курсера деген жобаны бастадық біз. Енді біз ақырындап оқытушыларымызды, профессорларымызды оқытып жатырмыз. Сіздер мықты, жақсы, қызықты курс жасасаңыздар, пожалуйста, мына онлайн курс. Курсераға жүктеңіздер, сатылады Курсерада. Мысалы, Атырау мемлекеттік университетінің бір қазір Асхат Шүкіров деген мықты проректор бар, сол бірден түсініп алды осыны. Дәл осындай мықты студияны қазір құрды Атырауда университетте. Бүкіл жинады профессорларын, оларды арнайы оқытып жатыр, жіліктеп ең мықты курстарды, педагогикалық дизайн тұрғысынан бәрін үйретіп, енді өздері осындай курстарды жазып жатыр. Бірінші курс қазір Курсераға жүктелді. Ал Курсераға жүктелсе, сатылса, 1% сол оқытушыға түседі. Оқытушы біздің мақсатымыз қазір бірінші тұңғыш профессор миллионерді жарату. Миллионер. Неге десеңіз, мына Курсерада оның мықты курсын жасаса, сатылса, айталық бір курсты жылдық подписка $40, ғана курсқа біреу жазылса, міне оның курсын кемінде 100,000 адам қараса, төлеп подпискасымен, бір $800,000 дейін ақша табылады.
түседі ана профессорға. Көріп тұрсыз ғой. $8,000 дейін. 800 мың. 800 мың долларға дейін. Сонда жылдық ақырындап мақсатымыз жастарға мынандай бір кез келген жасқа, абитуриентке, талапкерге, студентке мынандай бір ой тудыру, пікір қалыптастыру. Банкир болу, мықты мемлекеттік қызметке бару, мықты IT маманы болу да қазір ең мықты. Бірақ ғылым жолын қусам, ғылым жолымен барсам, бұл да мықты, жақсы бір мансап, ақшасы да, жалақы тұрғысынан да, және бай болуға тұрғысынан да мүмкіндік бар. Мен шын мәнінде де көп жұмыс істесем, қанымды, терімді төксем, миллионер болуға былай тура бір жол. Оны тағы да айтып кетейін, маңызды осы заңның сондай бір негізгі маңызды идеясы, философиясы жеке меншік секторда арнайы жүйелі ынталандыру механизмдері арқылы ғылымға деген талап пен сұранысты ұлғайту. Мемлекет қанша ақша берсе де ол жеткіліксіз. Негізгі ақша, негізгі инвестиция жеке меншік секторда. Үлкен корпорацияларда, үлкен компанияларда. Соларда жүйелі сұраныс болған жағдайда ғалымдарға үлкен перспективалар ашылады. Әрине өз-өзін жаңағы асырай алатын, өз-өзін қаржыландыра алатын бір механизмді қалыптастыра алсақ, циклді қалыптастыра алсақ, іргелі ғылымды, іргелі институттарды біз қаржыландырамыз. Ол біздің міндетіміз, бұл мемлекеттің міндеті. Мысалы, осы жылдан бастап, бұл Асхат Қанатұлының бастаған бір үлкен өзгеріс болған тұғын 2020-21 жылдары 13 іргелі институттарымызды 11 қазіргі таңда, қазір оны ұлғайтамыз оның санын. Мысалы, бізде мықты астрофизика институтымыз бар, математика, іргелі институттарымызды, тілтану, Ахмет Байтұрсынов атындағы философия институттары, соларды біз тікелей қаржыландыру форматына көшірдік. Олар неге десеңіз әлсіреп кетті, гранттарға қарайды. Грант ұтып алса, өмір бар деген сөз, жалақы бар деген сөз. Гранттан тыс қалып қалған жағдайда онда әбден әлсіреп кетеді. Сондықтан осы жылдан бастап 3 жылдық өздерінің жоспарларын қорғайды министрлікте. 3 жыл басы қатпай, ауырмай, өзінің сол ғылыми жұмыстарымен іргелі, фундаменталды айналыса береді. Біз оны тікелей қаржыландырып тұрамыз. Сондықтан біздің іргелі ғылымды да сырттатпай, әлсіретпей ұстап тұруымыз керек. Мықты бар бізде. Бағыттарымыз математика, комбинаторика, тау-кен, бірнеше осындай мықты бағыттарымыз бар. Соларды біз сақтап қалуға, жандандыруға, күшейтуге бұл мемлекеттік міндеті. Ол жағынан ғалымдар қатты қорықпасын, ойымдамасын, ойбай, қазір бәрі қолданбалы болып кетті, коммерцияландыру болып кетті, ал іргелі ғалымдық ойлайды дегендей. Ол мемлекеттің міндеті. Ол заңда да қазір нақты көрсетілген. Оны ешқашан ұмытпауымыз керек. Ол өзімізбен біз жұмыс істей береміз. Саясат мырза, сонымен қатар жаңағы университет оқытушысы ретінде бір байқаған нәрсем, бұл жаңағы оқулықтардың жетіспеушілігі, тапшылығы бар. Мынау оқулық жазу ісі ол өте қиын іс, өйткені сіз оқулық жазған кезде бұл сала бойынша барлық тақырыпты өте жақсы білу керексіз, яғни жақсы ғалым болу керексіз. Және сонымен қатар бұл саланы өте студентке қолжетімді тілде түсіндіріп, тесттерін, сұрақтарын дегендей өте негізінде өте қиын бір сала оқулық жазу. Десек те, осы оқулық жазуға талпындыратын бір жобалар бар ма, ойланып жатырсыздар ма, мысалы үшін министрлік тұрғысынан қандай да бір тіпті бәлкім грант деген сияқты, яғни қана оқулық жазуға бағытталған. Маңызды мәселе. Неге десеңіз, шын мәнінде де қазір сапалы оқулықтар, жалпы кітаптар жетіспейді. Бізде бірнеше үлкен бастамалар болған, естеріңізде болса, мына 100 оқулық деген жобасы ең мықты ғылымға қатысты ғылыми сол оқулықтарды, кітаптарды қазақ тіліне аудару, бүкіл кітапханаларға жабдықталған, жіберілген. Бірақ бұл жұмыс тоқтамау керек ешқашанда. Бір нәрсе байқағанымыз, өкінішке орай, қазір кітаптарды аз оқиды. Біздің жастарымыз жалпы кітапханаларда қазір барады, оқиды, бірақ көбінесе онлайн тұтынады қазір контентті, мазмұнды. Сондықтан біз бір-екі бағытпен қазір жұмыс істеп келе жатырмыз. Біріншісі, осы мықты ғылыми кітаптарды тағы да пысықтап, оларды сатып алу, университеттерге беру, жеткізу.
қазақшаға аудару маңызды, бірақ менің бұл жеке пікірім, қазір министрлікке қатысты емес, ағылшын тілді меңгеруіміз керек. Неге десеңіз, бір ғана мысал келтірейін, Генри Киссинджердің 2021 жылдың соңында жасанды интеллект деген бір мықты кітап шықты. Генри Киссинджер, Шмидт, Хаунхофер, анау кімнің ең мықты үш осы саладағы керемет бір кітап. Мен өзім бірден тауып оқыдым, бірақ мен ағылшынша оқыдым, мен бірінші оқыдым оны. Сосын бүкіл біздің ректорларға жібердім ол кітапты. Бірақ қашан жібердім? 22 жылдың соңында ғана жібердім. Неге десеңіз, Альпина паблишер оны орыс тіліне бір жылдан кейін ғана аударып, ана зияткерлік құқықтарын келіскенше, не істегенше, аударғанша, мен өзіміздің ректорларыма, әріптестеріме 22 жылдың соңында ғана жібердім. Бір жыл. Бір жылдың ішінде қазір білесіздер қандай тез өзгереді. Өзгерістің акселерациясы, жылдамдығы қазір өте жоғары. Міне бір жылға ғана толды ChatGPT-дің шыққаны, бір жылдың ішінде бәрі төңкеріп тастады. Үлкен төңкеріс болды. Сондықтан ағылшын, біздің мақсатымыз қазір көбірек ағылшын тілін үйрету. Университеттерде көп елдерде мысалы жоғары білім жалпы ағылшын тілінде, Малайзия елінде болса, жоғары оқу орындарында ағылшын тілінде оқытады кәдімгідей. Шыққанда түлектер бәрі ағылшын тілін жақсы меңгерген. Біз қазір бірнеше компаниялармен бірігіп оқытып жатырмыз. Тағы да бір бағыт, ол сол Coursera тәрізді үлкен мықты компаниялармен бірігіп, олардың контенттерін, ең мықты курстарын қазақ тіліне аудару және сол базаларға, сол курстарға толыққанды қолжетімділік беру. Пилоттық жобаны бастадық биыл. Міне 6 айға толды сол пилоттық жоба. Біз наурыз айында бастадық. Сол 5-6 айдың ішінде 100 мыңнан астам онлайн курс өтті, сағат өтті. Біздің 20 мың оқушыға пилоттық жобада 25 университеттерге бердік қолжетімділікті. 38 мың сертификат қазір алды біздің студенттер. 38 мың сертификат алды. Бір жылдың ішінде? Жарты жылдың ішінде. Соған сенбей Джефф Маджанкальда, Courseraның басшысы келді Қазақстанға мамыр айында. Өз көзімен қалай неге болып жатыр? Талап өте жоғары онда. 15 сұраныс өте жоғары. Сұраныс өте жоғары. Енді біз Courseraмен келісіп, келесі жылдан бастап, осы жылдан бастап, келесі жылдан бастап, кешірім сұраймын, қазір пилот жобасы бітеді. Енді бүкіл университеттерге бергіміз келеді осы қолжетімдікті, яғни мінекейіңіз өздеріңіздің электив курстарыңыз бар, сонымен қатар университетке берген электив курстары, сонымен қатар міне Courseraдағы 11.100-200 ең мықты университеттердің курстарын бірдей оқуға болады. Мақсатымыз енді ақырындап екінші этапта біздің оқытушыларымызды осы Coursera тәрізді контент жасауға бағыттау, ол оңайырақ. Әрине. Неге десеңіз, кітап жазу қазіргі таңда білесіздер, ол үлкен еңбек. Оны көп оқытушылар, профессорлар жасай алмайды. Бірақ мықты курс жасауға ондай мүмкіндіктер бар көбінде. Осы кішкене ынталандырып, бірақ енді қазір ана аудиовизуал кезең ғой, сол үшін де оған бейім болып келеді. Өкінішке орай, бұл жалпы өте қауіпті үрдіс. Қазір бізде жазба мәдениеті әлсіреп келе жатыр. Міне қарасаңыздар, Қазақстанда имейл мәдениеті қалыптасқан жоқ. Біз бір-бірімізге имейл жазамыз. Білеміз ғой, шетелдік профессорлармен имейл жазыңыз дейді, қайдағы имейл, WhatsApp жоқ па? Олар WhatsApp қолданбайды. Біз уже үйреніп қалдық, WhatsApp-пен тез жазып. Соның өзіне қарасаңыздар, бұқарада даже WhatsApp-пен де жазбайды ғой. Қазір не бәрі? Аудио. Алло, тікелей қоңырау. Не білдіріп жатсың, қазір 5 минуттан кейін хабарласамын. Бәрі бұлай жүреді қазір, қарасаңыздар. Бұл негізінде қауіпті үрдіс. Неге десеңіз, дамыған мәдениетте, дамыған өркениеттер әрқашанда жазбаша мәдениеттің негізінде дамыған. Жазбаша мәдениеттің бір өте маңызды функциясы бар. Білімнің шоғырлануы, білімнің бір жерде жинақталуы, жүйеге келтірілуі және келесі буынға берілуі. Сонда білім, ғылым, технология жинақталады, өседі. Көрдіңіз бе? Сондықтан негізінде мына кітап оқытуды және жазуды, жазба мәдениетті біз қайтаруымыз керек. Бұл өте маңызды бағыт. Оған бірақ қазір көрдіңіз бе, біз енді көп профессорларды тез ынталандыру үшін көбінесе сол курстарды жасауға қазір бағыттап жатырмыз. Ал кітап жазуға өте дұрыс, әсіресе оқулық жазуға өте дұрыс ұсыныс.
оны біз қазір алайық жұмысқа, шыны керек ойламаппыз. Мысалы жыл сайын бізде университеттер өздеріне кітап алады ғой. Сол тапсырысқа ең оңай жолы ынталандырудың әрине ол сол тапсырысты қалыптастыру. Онда профессорлар біледі, мен бір мықты оқулық жазсам, сол оқулықты жақсылап қабылдаса, онда көбірек университеттер сол оқулықтан тапсырыс береді жыл сайын. Өте керемет болар еді. Онда мағамда тағы да көрдіңіз бе, нарықтық экономикасының қағидаты сол, сұраныс пен тапсырыс. Сұранысты маған пайда тисе, онда көбірек уақытымды сол кітап жазуға, оқулық жазуға арнаймын деген. Оны да бір тағы да менің бір нәрсені енді қазір көз жеткенім, бір жүйелі механизм жасалмаған жағдайда әрине проблема шешілмейді. Сондықтан мен тағы да бір үлкен өтінішім бар, осы подкастты қолданып біздің ғылыми қауымдастығымызға, министрлік кейбір жағдайларда тез шешім немесе тез бір нәтиже бере алмайды сіздерге. Бірақ менің міндетім, менің жауапкершілігім министр ретінде, кабинет мүшесі ретінде ол ұзақ мерзімді шешімдерді пысықтау. Ұзақ мерзімді жүйелі шешімдерді енгізуге тырысу. Сондықтан сәл шыдаңыздаршы. Қазір міне осы жылдың ішінде мен керек болса популизмге ұрынып қазір, ананы істеп жатыр, мынаны қатырдық, мынаны істедік. Оны тез жасау. Шын мәнінде де ол маған да оңай болушы еді. Шын өте оңай болушы еді. Бірақ мен өз жауапкершілігімді толыққанды сезінемін. Сондықтан мен ғалымдарымызға, әріптестерімізге үлкен сондай бір өтініш деп айтуға болады. Сәл сабыр сақтап, біздің мына осы жасап жатқан жүйелі механизмдерді түсініп қолдануымыз керек. Неге десеңіз, ғылым бірден нәтиже бермейді ешқашан. Ғылым, сіз ақшаны құясыз, инвестицияны құясыз, күтесіз. Бір-екі жылдан кейін сосын енді міне бір жылдың нәтижесі. Бірақ бұл бір жылдың нәтижесінің арқасында бір жылдық коммерцияландыру гранттың ішінде емес, оның алдында 6-7 жылдық ПЦФ 2 гранты бар. Сол 2-3 жылдық гранттарды пысықтап, теориялық базасын бәрін жасақтағанда ғана біз бір жыл былтыр келгенде коммерцияландыру грантымыз бергенде бірден шықты ма? Нәтиже шықты. Бірақ көрдіңіз ба, ол бір жылдың нәтижесі емес, ол сол кемінде 7-6 жылдың нәтижесі. Сондықтан сәл сабыр сақтап бізді қолдасаңыздар, мен осындай сұхбаттар арқылы қазір мына осы мықты ғалымдарымызды шығарып, көрсетіп, олардың ғылыми ізденіс жолдарын, олардың қаншалықты қиыншылықтан өткендердің, технологиялық шешімдердің, ғылыми проблемалардың шешкендердің көрсету арқылы біз осындай жаңа ғылыми инновациялық мәдениет қалыптастырамыз деген бір үміттеміз. Мен де солай деп үміттенемін. Сондықтан өзіңізге де үлкен жауапкершілік. Осы подкасттың жүргізуші ретінде мына ғалымдарымыздың еңбек қан мен тер жолын көрсете білуіміз керек. Олардың проблемаларын көрсете білуіміз керек. Қай жерде министрлік шешіп жатыр, қай жерде шешпей жатыр, қай жерде көзі жетпей жатыр. Бұл біз үшін де өте маңызды бір подкаст циклі болады. Біз өзіміздің заңнамалық шектеулерімізді, ұйымдастырушы шектеулерімізді қаржыландыру, әлсіз нүктелерімізді осындай подкасттар арқылы түсінуіміз керек. Ашып пікірталас, талдау арқылы ашып көрсете білуіміз керек. Сондықтан ең бастысы осы биыл шыдады ғылыми қауымдастық. Ол үлкен кредит, бізге үлкен сенім деп білеміз. Сондықтан сол сенімді ақтауға тырысамыз біз. Соңғы сұрағым Саясат мырза, мынау елімізде мысалы үшін әсіресе дамыған елдердің өте жақсы университеттерінің жаңа филиалдары ашылып жатыр. Біздің университеттерменен бір жаңа коллаборацияға отырып дегендей. Сонымен қатар мысалы үшін осы Түркияда мысалы үшін тек қана университеттер емес, факультеттер жаңағы коллаборацияға отырып, жаңағы бірге отырып жұмыс істепті. Мысалы үшін Истанбул Айдын университеті, Нью-Йорк университетінің Артур Л. Картер журналистика институтымен бірге жұмыс істеп жатыр. Біздің елімізде де мысалы үшін қазір университеттер, сонан кейін факультеттер, тіпті кафедралар арасында осындай бір коллаборация жасауға заңдық негіздер бар ма? Заңдық шектеу жоқ әрине. Бірақ қаржылай және ресурстық шектеу бар. Неге десеңіз, ақш-тың
басқа дамыған елдердің университеттеріне қарасаңыздар, олар үлкен университеттер, бай университеттер, өте бай. Әр мектеп, қазір бізде деканат дейміз ғой, факультет дейміз ғой, факультеті бар, немесе департмент дейді, біздің кафедраларымыз, олардың бюджеттері біздің бүкіл өңірлік университеттермен тең болуға немесе асып кетеді. Бір ғана мысал келтірейін сіздерге, Райс университеті деген университет бар, кішігірім зерттеу университеті, Техастағы, ол өте атақты тарихта. Кеннеди келіп, we choose to go to the moon деген, біз айға барамыз деген атақты сондай бір несі болған, өзінің сөйлеген сөзі бол, сол Райс университетінде сөйлеген, стадионда бәрін жинап, болды, біз ақш ғылым жолымен, инновация жолымен және мына космосты игеру жолымен барады деген Гагариннан кейін айтқан сондай бір үлкен сөзі болған. Сол Райс университетінде. Райс университетінің жылдық зерттеу бюджеті, яғни зерттеу гранттардың арқасында жинап алған $100 миллион жылдық бюджеті. $100 миллион. Бір кішкентай университет. Бізде осы мына үлкен бюджеттік мына 643 миллиард осы жылдан ғана басталды. Мысалы, былтыр алдыңғы жылдарғы бюджеттің бүкіл ғылымға деген, Қазақстан Республикасының ғылымға деген бөлінген бюджеті сол $100 миллион көлемінде. Сонда ақштың бір жекеменшік зерттеуші университетінің жылдық ғылыми бюджеті бүкіл Қазақстанның ғылыми бюджетімен тең. Осыны бір түсінуіміз керек көп адамдар. Яғни ғылым деген өте қымбат нәрсе. Әрине. Өте үлкен қаражат талап етеді. Және мына оңтүстік Кореяны айтып қойдым ғой, жыл сайын $190 миллиард оларда тек қана ғылым мен білімге бөлінеді. Сондықтан біздің кафедраларымыз, университеттердің өзі әлі толыққанды ресурстар өте аз бізде. Кафедралардың өзі тек қана жалақы қарап отырады. Кафедраның яғни бостандық, осындай автономия, басқа бір кафедрамен сөйлесуге, қарым-қатынас құруға, бірлескен зерттеулер жүргізуге ресурс керек. Зертханалар керек, инфрақұрылым керек, адамдар керек. Ал біздің кафедралар әлі өкінішке орай, бұл оны мойындауымыз керек, әлсіз. Сондықтан біздің қазір мақсатымыз ол жоғары білімге, ғылымға ақша тарту. Ақша тарту, ол тек заңнамалық тұрғыдан тағы да бір маңызды заңды шығарамыз. Оны енді әлі жариялаған жоқпыз. Эндаумент қорлар туралы заң. Шынайы бәсекелестік, шынайы тәуелсіздік, қаржы тәуелсіздігінен басталады. Солай біз баламыз, біз қалай ересек деп қалай есептейміз, онда ата-анамыздан ақшаны сұрамай, өзімді жұмысқа тұрып, енді мен өз ақшамды өзім табам деген сөз. Қазір біздің жоғары оқу орындарымыз толыққанды қаржыландыруды университет, көбінесе мемлекеттік тапсырыс бізден алады. Қарасаңыздар, ең үлкен мықты университеттердің өздері толыққанды мемлекеттік бюджетке тәуелді. Неге десеңіз, ақша қайнар көзі, ақша қаржыландыру ол бізден келеді. 90% бәрі бізден келеді. Эндаумент қорлар заңнамада бар, ондай ұғым, бірақ біз арнайы заң дайындап жатырмыз. Бөлек заң, эндаумент қор дегеніміз не, оған филантропист, басқа жаңашыл адамдар қандай жеңілдіктер болады, ынталандыру, тағы да ынталандыру. Яғни, мысалы, мына Гарвард, Стэнфорд, MIT, оларда миллиардтаған эндаумент қорлары бар. Бұл қорды қалай олар қолданады? Университетті дамытуға, зертханалар ашуға, инфрақұрылымды дамытуға, ұлғайтуға, мықты, жұлдызды профессорларды тартуға, өз студенттеріне венчурлық тұрғыдан стартаптарына қаржыландырып беруге, олар сонда үлкен өндірістік, инновациялық бір хабқа айналады. Неге десеңіз, ақша бар, қаржы бар, ішкі дамуына үлкен қор жасақталған. Сол заңды біз алла жазса келесі жылы шығарып, қабылдап, тағы да мына мәжіліс депутаттарының жанашырлары бар, көп ішінде ғылымға қатысты біздің ғылыми қауымдастық қолдау керек министрлікті. Осы заң өте маңызды. Университеттерге қосымша ақша тартуға, инвестиция тартуға, спонсорлармен жүйелі түрде жұмыс істеуге, мемлекет бюджетінен тыс қаржымен жүйелі түрде жұмыс істеуге мүмкіндік ашады осы заң. Талдауға әлі енді бастап жатыр. Оны бір жыл біз пысықтадық. Бүкіл әлемдік тәжірибені қарап шықтық. Стэнфордта қорлар қалай жұмыс істейді, бүкіл қарап шықтық. Керек ондай бізге заң. Ресейдің өзінде 2013 жылдан 18 жылда осындай арнайы заң қабылданды.
ресейлік тәжірибені де бәрін қарап шықтық, олар бізге жақын тәжірибелер. Сондықтан жоғары оқу орындарында керекті деңгейде ресурс, қаржыландыру, инфрақұрылым болған жағдайда ғана олар өздері аяққа тұрып, жан-жағына қарап, осындай мықты серіктестерді жасауға мүмкіндік болады. Қазіргі таңда мен сізге айтайын, өңірлік университеттердің мемлекеттік 80%-нан астамы тек қана жалақыға кетеді. Яғни дамуға ақша қалмайды. Нәтижесінде проблемалар туындайды. Сондықтан да ол проблемалар жою үшін расында да жаңағы ғалымдарымыздың, әсіресе мынау өзін қаржыландыру қалай іске асады, сол механизмдерді өте жақсы түсіне алса, және соған қарай еңбек етсе, оңтайлы шешімдер шығуы мүмкін дейсіз. Саясат мырза, жаңа өте жақсы нәрсе айттыңыз, мысалы үшін тіл үйрену, тіл білу. Неге? Өйткені тіл дегеніміз білім, білім дегеніміз күш. Бұл жайында расында да жаңағы ақыл айта алатын тұлғасыз, өйткені полиглотсыз. Қазақстанда бәлкім танымал полиглоттардың бірісіз. Және сонымен қатар әрине жастарменен тікелей байланысы бар министрліктің тізгінін ұстап отырсыз. Сондықтан да жастарға, ғылым жолына түскісі келетін жастарға, және білімді үйренгісі келетін жастарға айтар тілегіңізді, және жалпы біздің көрермендерімізге айтар тілегіңізді естісек, сонымен бағдарламамызды тәмамдасақ, бүгінгі подкастымызды тамамдасақ. Жастарға айтатын бір үлкен сондай бір ақыл деп айтуға да болмайды, кеңес деп айтуға болмайды, бір үндеу деп қабылданызшы. Қазіргі таңда дүние жүзінде ең керемет мансап, ең керемет былай қарасаңыз карьера, ол ғылыми карьера. Мына қарасаңыздар, Илон Масктан бастап бәрі сол ғылым, технология, инновация жолында жүрген адамдар. Гуглдан бастап, әрине енді цифрлық өндірістік революция көп нәрсені өзгертіп жіберді. Ең көп ақша табатындар да солар, ең әйгілі тұлғалар да солар. Билл Гейтстен бастап әлем саясатына да кейде, экономикасына да кейде, мемлекеттерден де тереңірек әсер етілетін адамдар, инноваторлар, ғалымдар. Мына жақында Кристофер Ноланның өте керемет бір киносы шықты, Оппенхаймер деген, Роберт Оппенгеймер, мына атом бомбасын шығарған адам. Сонда қараңызшы, ақш-тың үкіметі 43 жылы бомбаны жасау үшін кімге келді? Беркли университетінің 2 кафедра меңгерушілеріне келді. Теориялық кафедра меңгерушісі, физика меңгерушісі Роберт Оппенгеймер, және эксперименталды физика кафедра меңгерушісі Эрнест Лоуренсқа келді. 2 кафедра меңгерушісі, үлкен алпауыт Американың генералы Мэтт Деймон ойнайды, оны келіп жалынады оларға. Көкелер, ағалар, ағайындар, патриоттар, бізге бомба жасап беріңіздерші. $2 миллиард Манхэттен жобасы. Қазіргі ақшасымен 33 миллион ерікпей барып есептеп қойдым. Қазіргі ақшамен $33 миллиард. Көп ақша. Бірақ Америкаға екінші дүние соғысының нәтижесінде жаһандық бір қуат күш ретінде қалыптасуға, келесі бір ғасырға, 70-100 жылға жаһандық ықпал етуге төленетін бағасы түк емес. Сондықтан ғылымның жолы қазіргі таңда өз еліңізге тарихта қалу үшін, өз еліңізге көмектесу үшін, өз мемлекетіңіздің бәсекеге қабілеттігін арттыру үшін ең қысқа жолы, ғылым жолы. Қазіргі таңда ғылымның жалпы былай қарасаңыз имиджі де, жалпы қалыптасқан пікірі де сондай жағымды емес деп айтуға болады. Ойбай, бұлар бейжаралар, ақшалар да таппай, жүреді бір өздерінің бір түсініксіз нәрселермен айналысқа да, әлемге қарасаңыздар ешқандай қатысы да жоқ, былай қарасаңыз бизнеске де қатысы жоқ, бір үлкен ойбай жаңалық естідік па Қазақстанның ғылымнан шыққарған, өте анекдоттан бастадым ғой, фантастика 3-ші қабатта дегенде. Бірақ міне көрсетіп отырмын, ғылымның болашағы бар. Әсіресе қазіргі таңда президентіміз ғылымға деген назары, ғылымға деген басымдылығы өте жоғары.
мына министрліктің құрылғаны, ұлттық академияның жаңадан мәртебесі берілуі, президент жанындағы ұлттық ғылым және технология кеңесінің құрылуы, қазір президент әкімшілігінде арнайы көмекшінің пайда болуы, ғылым және инновациялар мәселесі бойынша. Бұл бәрі қазір осы бағыттың мына соңғы Digital Bridge президентіміздің мына жасанды интеллект туралы арнайы стратегияның қабылдауымыз керек екенін бәрін жүйелі жіліктеп айтқаны, бұл осы бағытқа, ғылымға, инновацияларға деген үлкен үкіметтің де президенттің басымдылығы, сондай ауыртпашылығы деп түсінуіміз керек. Сондықтан мына ғылым жолды таңдаңыздар. Қазір 1-2 жылдың ішінде қаржылай да, әлеуметтік пакет жағынан да жақсы жүйелі шешімдер болады. Ғылыммен айналысу тек қана қызықты да емес, бірақ бір мансап ретінде мықты жалақы, қоғамдағы бір осындай өзінің бөлек орны болған мәртебесін біз қайтаруға қазір бүкіл күшімізді салып жатырмыз. Мына академик деген бұрын ойбой, төлі есіңізде болса, аға буын нақты біледі, ойбой, академик деген ол сұмдық төрде отыратын адамдар, тойға келгенде ойбой, министрлердің бәрі қалады, партияның адамдары, мына академик ағамыз дегенде, осыны біз қайтаруға тырысып жатырмыз бәзі қолымыздан келгенде. Сондықтан мына бізге қазір жастар керек. Дарын мына Дос Мұқасан деген кино түсірілді ғой, өте керемет кино, өте керемет жақсы түсірілген кино. Сонда бір сол сахнаны мен кесіп алып бүкіл ректорларға жібердім, соны қаратқыздым. Есіңізде ме? Ректор отырады, декан отырады, ана Дос Мүсілев шақырып отырады, ей балам-ау, қарапайым студент ол кезде, сенің ғылымға деген икемділігің бар, сен ғылымға жақынсың, міне Мәскеу деген сен арнайы квотамен аспирантурада орын тауып қойдық, сен бар музыканы таста, музыканы таста, давай сен ғылым түйішті, сені қазір жоғалтамыз, кел. Ректор соны қарапайым студент, декан екеуі көндіріп, жалынып кәдімгідей отыр. Сондықтан мен сіздерге жалынамын. Ғылымның қадірін білген адам ғой ректор. Неге десеңіз, ол ғылымның қадірін бір, екіншіден ол сол кезде жүйелі сондай саясат болған тұғын. Сондықтан мен міне министр ретінде сіздерге жалынып отырмын. Соған Досым Сөйлеев секілді. Ғылымға жақын болсаңыздар, ғылыммен қызықсаңыздар, келіңіздер ғылым саласына, оқытушы болыңыздар, ғылыми зерттеу институттарға келіңіздер, жобаларға қатысыңыздар. Бұл өте маңызды мансап. Былай қарасаңыздар, мына қазір ақштың пропагандасы өте мықты ғой. Кез келген киноның бас кейіпкері кім? Ғалымдар, Тони Старктан бастап, бәрі физиктер, ғалымдар, астрофизиктер. Ойбай бір астероид ұшып келе жатыр, кімді шақырады президент? Фантастикалық фильмдердің негізгі кейіпкерлер әрқашан сол әшкі киген бір ғалым, сол құтқарады дүниені, құтқаратын ғалымдар. Қазіргі экономикалық, экологиялық шиеленіп қалған әлеуметтік проблемаларды шеше алатын тек қана ғалымдар. Ғылымның арқасында ғана біз тірі қаламыз, ғылымның арқасында ғана Қазақстан дамиды. Сондықтан осыны бір осындай жеке үлкен өтінішім ретінде қабылдаңыздар. Рахмет, құрметті көрермен. Біз бүгін Қазақстан Республикасы ғылым және жоғары білім министрі Саясат Нұрбек мырзаменен жүздестік. Қазақстандағы ғылымның дамуы қалай дамып жатыр, даму үшін не істеуіміз керек деген сияқты өте маңызды сұрақтарға жауап алдық. Қадірмен Саясат мырза, сізге көп рахмет бүгін уақыт тауып келгеніңіз үшін және еңбектеріңізге табыс тілейміз. Құрметті көрермен, қазақ ғылымын бірге дамытайық. Ғылым 2.0 студиясында қайта жүздескенше сау, сәлемет болайық.